Путин заңсыз түрде бүкіл адамзаттың аузын аңқайтып тұрып, арсыздықпен, ұятсыздықпен, сондай бір зұлымдықпенен жаңағы Украинаның 4 облысы тәуелсіздік алғандығын жариялағаннан кейін артынан дереу аталмыш фейк референдум арқылы Ресейге қосылатынын жариялады. Ресейдің басшысы ретінде Путин құжатқа қол қойып, бірден осы 4 облысты Ресейдің жаңа территориясы деп жариялады. Сөйтіп, Путин енді бүкіл Ресейде зор құттықтау жиналысын ашты. Қазақша айтқанда жуды енді, советский сөзбен айтқанда жуды. Сөйтіп жуып мәз болып, біздің орыс деп ура, ура деп жымбуған бақсы құсап, бұлар айғайлап, орыстар ауыздарынан көбік ағып, еліріп, есіріп, өздері есірік қауым, әбден жаңағы шовинизммен ауырып, жаңағы импершілдік пиғылмен ауырып, басқа халықтарды жаулап алу, қырып алуды батырлық деп білетін сондай бір есерсоқтық, зұлымдық, шайтандық аурумен ауыратындар өстіп уралап, айғайлап, есіріп жатқан кезде жаңағы 4 облыстың ішіндегі ең маңызды қаланы украиндар басып алды. Ең маңызды қаланы украиндар басып алды. Тіпті бұл ең маңызды қала, бұл темір жол, тіпті жаңағы аталмыш 4 облысқа артқы қару-жарақ, азық-түлік жеткізетін ең маңызды түйінді басып алған кезінде енді орыстар күле алмай қалды. Путиннің бетіндегі күлкі қатты да қалды. Ал украиндардың бұл жолғы соғысқа салғаны небәрі 2000-да 2500 адам. Ал бұл қаланы күзетуге салған орыстың әскері 6000-да 8000-ға дейін делінеді. Ал 6000-да 8000 орыстың әскері және ең атақты танк дивизиясы жойылды. Ал украиндер осы жолғы соғыста Украин тараптан жеткен ақпаратта украиндер ол жерді 3 жағынан қоршауға алған. Мақсаттары бір жолды қалтырып, танк сол жол арқылы қашсын деп ойлаған. Себебі танктердегі 4 жағынан қоршау қалса, онда украиндерге де салатын шығын өте көп. Әркім жан сақтау үшін, мысалы, құтырған итті жаңағы бұрышқа тақай берсең, ит өзіңе атылады. Жаңағы итті шұқылай берсең, өзің атылады. Тура сол сияқты олар да жаңа танктың бірінші функциясы бұзып жарып өту, шепті бұзу немесе кем дегенде жан сақтау үшін қашу. Танктың бірінші функциясы бұзып жарып, жаңағы шептерді бұзып өту. Ал сөйтіп украиндар үш жағынан қоршап, әдейіге бір жағын бос қалдырғанда да бұл 6000-да 8000 адамдық бұл дивизияның ең соңында қашпай сол жерде тасталқан болып жойылуы нені білдіреді. Енді бейресми дерек көздерінің айтуында Путин өлсеңдер сол жерде өлесіңдер, қашып келсеңдер бәрібір өлім деп бұйрық берген дейді. Яғни өлім туралы бұйрық берген дейді. Батыр болып өлу, не сатқын болып өлу. Енді осының бәрін ойлап отырсаң, бұл жерде үлкен бір сұмдықтың жатқанын білуге болады. Міне, орыстың бүкіл медиасы жаңағы аталмыш 4 облыстағы ең маңызды қаладан айырылғандарын олар айтқан жоқ. Әзірге дейін айтқан жоқ. Бұл енді сұмдық. Халықты жаңағы ақпараттық алдаусыратып отыру, бұл Совет одағының ескі тәсілдері. Барлықтарыңыз білесіздер, Совет одағы осындай ескі тәсілмен халықты алдап, өздерін жаңағы жеңімпаз қылып көрсеткісі келеді. Бейне екінші дүниежүзілік соғыста да Америкадан алған әскери көмектер, Америкадан алған қару өндіретін зауыттар, Америкадан алған оқ өндіретін зауыттар, Америкадан алған жаңағы сұрапыл сұмдық ақша, оны осы уақытқа дейін төлеп жатқан туралы орыстар бір ауыз сөз айтпайды. Шын мәнінде Американың көмегі болмағанда орыстар екінші дүниежүзілік соғыста ешқашан жеңіске жетпейтін еді. Себебі олар әбден тығырыққа тіреліп, жаңағы Мәскеуге дейін 30 километр қалып қойған кез. Ал Американың ол кезде Совет одағын қолдауы, бірі Совет одағының халқы көп болды. Екіншіден Совет одағы немістердің жаңағы отарына айналатын болса, онда немістер бірден Аляскаға дейін Америкамен тіке бетпе-бет келеді. Сондықтан олар Совет одағының немістерге қарсы соғысында Америка орыстарды қолдауға мәжбүр болды. Осының барлығын орыстар жасырып келді. Тура сол сияқты осы жолғы соғыста да орыстар өздерінің жаңағы зұлымдықтарын жасырып отыр, жеңілістерін жасырып отыр. Міне, енді қараңыз. Сөйтіп украиндер
аталмыш орыс территориясы болып кеткен, Ресей Федерациясының территориясы болып кеткен жерге шабуыл жасап, соның бірінші қаласын басып алды. Енді ол деген сөз Ресей Федерациясы территориясына шабуыл жасалды деген сөз. Ал орыстардың күткені де сол еді. Себебі орыстар бұл 4 облысты өздеріне қосып алып, егер Ресей территориясына шабуыл жасалған жағдайда біз атом қаруын қолданамыз деп еліріп отырған. Енді тура сол айтқандай, сол 4 облысты қосып алдық, ұлы Ресей деп, жаңағы ұлы Россия деп, Великая Русская деп айғайлап отырған кезінде мәсаған деп басып алды. Енді Путин не істерін білмей дағдарып отыр. Халқына біздің жерімізге, жаңа территориямызға орыс украиндар шабуыл жасап басып алды дейін десе, әлі күні кеше мақтанған мақтаншақтықтары бар. Осы біз қосып алдық, орыстың жерін кеңіттік, бәленбай ата-бабаның арманын орындадық деген жаңағы көпірме, бөспе сөздер отыр. Ал украиндар басып алды десе, тағы келіңкіремейді. Сонымен қысқасы, не істерін білмей, Путин қысқасы бармағын шайнап отыр. Бұл өте бір ыңғайсыз жағдайда Путинді жаңа тығырыққа тіреу болды. Дәл осы сәтте енді Трамп пен Элон Маск әлеуметтік желіні шулатып жатыр. Трамп тіпті өзінің жақтас медиаларына сұхбат бергенде, бұл соғыстың арты атом соғысына айналып кететін болса, әлем үлкен дағдарысқа тап келеді деген мәнінде сұхбаттарын беріп жатыр. Бұл осы соғыстың бәріне ол Байденді кінәлап жатыр. Трамп айтады, егер мен президент болғанда, мен осы соғысты болғызбас едім, алдын алар едім дейді. Байден осы соғыстың болуына Байден себепші болып отыр дейді. Трамптың сөзі. Ал Элон Маск енді Твиттерде аяқ астынан мынандай тыныштық жобасын, бейбітшілік жобасын жасап ұсына қойды. Ол жобасында бүйтіп отыр. Біріншісі, Қырымның орыс жері екендігін Украин мойындасын дейді. Екіншісі, Қырымда табиғи тұщы су жоқ, Украин тұщы су берсін дейді. Екі. Үшіншісі, 4 облыста Біріккен ұлттар ұйымының бақылауыменен қайтадан референдум өтсін. Орысқа қосыла ма, Украинға қосыла ма, 4 облыс өзі шешсін дейді. Және қазіргі орыстың осы Украин жерін жаулап алған қысқасы украиндар болды. Территорияны беріп, бейбітшілікті сақтасын. Яғни орыс жаулап алған жерді мойында, бірақ соғыс осымен тоқтасын деп отыр. Ал Элон Масктың мынау солшыл глобалист демократтарға қарсы екенін бәріміз білеміз. Элон Маск мәлім тұрғыда мынау дәстүршіл консервативтік республикашылдықтарды қорғайды. Мәлім деңгейде Элон Маск пен Трампты жақтас деуге болады бір-біріне.